Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пикантный соуспен өте дәмді болып шығатын новинка салаттың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Келесі видеода оп-оңай жасалатын бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Салат жасауға кірісеміз. Ең алдымен пикантный соусты дайындап аламыз. Ыдысымызға жұмыртқа, тоз, қант, граммдарын описанияға жазып кетемін. Түйіршіктелген қышақ қосып, блендермен еземіз. Погружной блендермен езсеңіздер тіптен жақсы. Оның үстіне біртіндеп сұйық май қосамыз. Погружной блендермен езсеңіздер, сұйық майды біртіндеп құйып отырып езгенге ыңғайлы болады. Массамыз қоюланған бойда аскөк қосамыз. Мен петрушка қостым, укроп қоссаңыздар болады. Одан кейін ұсақталған сарымсақ пен лимонның шырынын қосып, татымына қарай сәл ғана тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің пикантный соусымыз дайын. Соусты тоңазытқышқа жарты сағаттай қойып аламыз. Енді салатқа қосатын етін дайындаймыз. Осылай ұзынша етіп туралған етімізді қызып тұрған сұйық майға салып, татымына қарай тұз сеуіп, қалаған дәмдеуіш қосамыз. Мен кориандр қостым және соя тұздығын аздап қосамыз. Одан кейін су құйып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қойып, су тартылғанша біз ет піскенше бұқтырамыз. Енді баклажанды дайындаймыз. Баялдыны осылай ұзынша етіп турап аламыз. Енді ыдысымызға салып, үстіне тұз қосып, жарты сағатқа қалдырамыз. Су шыққаннан соң суын төгіп тастаймыз. Қызып тұрған сұйық майға баклажанды саламыз. Сұйық майын көбірек етіп құйыңыздар, баклажан көп майды қажет етеді. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Қызарғаннан соң қағаз майлығы бар ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте картофель пай дайындаймыз. Картопты осылай үккіштен өткізіп, салқын сумен 3-4 қайтара жуып аламыз. Жуып болғаннан соң осындай қағаз сүлгіге қойып жайып аламыз, кептіріп аламыз. Қызып тұрған сұйық майға кепкен картофелімізді аз-аздап салып, қызарғанша осылай қуырып аламыз. Мінекей картофель пайды осылай етіп қуырып аламыз. Енді балғын қиярды осылай жіңішке ұзынша етіп турап шығамыз. Балғын қиярмен қоса маринатталған қиярдан да аздап қосып жіберсеңіздер болады. Қызанақты турап шығамыз. Қызанақтың ішіндегі осындай сулы жерлерін алып тастайсыздар. Осындай сулы жерін тамаққа қосып жіберсеңіздер болады қуырып жатқан кезде. Бағанағы қуырып алған етімізді қосамыз. Қуырып алған баялдымызды қосып, картофель пайды қосамыз. Татымына қарай тұз сеуіп, пикантный соустан қосамыз. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Картофель пайды міндетті түрде дастарханға ұсынатын кезде қосыңыздар, әйтпесе жұмсарып жүріп кетеді. Мінекей біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше.